Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Толқындар тулағанда, егер басыңызға алағайда бұлағайда күн туса, арманыңызға алыстап, ынжырғаңыз түссе, сенімі мығып, рухы мықты сол өжет қызды есіңізге бір алыңыз. Әрбірімізді өмір толқыны әрқилы келіп соғады. Мүмкін сіздің проблемаңыз акула емес шығар. Сіз өмір арнасынан хайранға шығып қалғандай күйге түссеңіз, дүниедегі ең қауіпті жыртқыш балықтардың бірінің шабуылына ұшырап, тіпті өзінің сүйікті ісіне қайта оралып, жетістікке жеткен қайсар қызды ұмытпаңыз. Беттанидің өмір салтынан шабыт алып, өзімнің бұрыннан армандап жүрген ісіме көмектесуін сұрадым. Арманым серфинг үйрену еді. Беттани бірден келісіп, Вайкики жағалауына барайық деген ұсыныс жасады. Серфингті тарихи жерде үйренетін болдым деп қуанып кеттім. Бұл жағалауда Гавай патшалары мен патшайымдары асау толқынды тізгіндеген. Бойымда аздаған қобалжу да жоқ емес еді. Беттани менің тақтайшамды балауызбен сүртіп, жағалауға шыққанымызда серфинг жұлдыздары Тони Монис пен Ланс Хуканомен таныстырды. Жоспарыңыз бен мақсатыңызды жүзеге асырмақ болғанда аздаған сенімсіздік болса, онда сізге көмектесуге беу болған жақыныңызға, осы істің маманына толық сеніңіз. Серфинг үйренгенде дәл солай жасадым. Құдай біледі, осы үшеуінен артық ұстаз таба алмас та едім. Олар ең алдымен тақтаймен газонға шығарып тепе-теңдікті ұстауды үйретті. Олар менімен кезек-кезек сырғанады, ақылдарын айтты, көңілімді көтерді. Ең алғаш Беттани екеуміз мұхит кеңістігіне шыққанда бойымда қорқыныш биледі. Себебі екеумізде екі аяқ бір қол ғана еді. Оның үшеуі де Беттанидікі. Серфингті қатты үйренгім келді. Себебі судан қорықпайтынмын, жақсы жүзе алар ем. Бірақ тақтай үстінде өзімді ұстай алам ба, тіпті маманның көмегін пайдаланғанда құлап қалмаймын ба, соны ойладым. Менің ерікті көмекшілерімнің бірімен 360 градусқа айналып түстік. Енді бірде тақтайымнан ұшып кетіп Беттаниді қақтым. Осыдан кейін серфингке жалғыз шығып көрейін дедім. Қалауым қабілетіме сай келмесе де алған бетімнен қайтпадым. Ақыры серфингке жалғыз шықсам да құламайтыныма достарымның көзі жетіп рұқсат берді. Мен тақтайға шыға алатыныма сенімді болдым. Толқын қуалап жылдамдық артқан кезде орамалға жармасып тақтайға шықтым. Негізі ерік пен жігерге кедергі жоқ. Сол күні Вайкикиде серфингтен жарыс өтіп жатты. Бізді көрген көрермендер шулай бастады. Аздап қобалжыдым, есесіне мамандардан көп кеңес алдым. Сенің шынымен де сумен арпалыспақ ойың бар ма? Бауырым, тақтайда қалай тепе-теңдік ұстар екенсің, білмеймін, қол-аяғың жоқ. Жүзе алам ба? Акулаға жеткізбей қаша аласың ба? Су ішінде өзімді өте жақсы сезіндім. Жүзуге қиналған емеспін, әйтсе де көбіне ағыс алып кетеді. Қайда кетіп қалатынымды мүлде білмеймін. Кейде тура Австралияға ата-анамның есік алдына апарып тастайтындай көрінеді. Сол түні ауа райы тамаша болып тұрды. Беттани менімен қатар жүзіп демеп келе жатты. Толқын көтерілгенде тақтайға тұрсам да құлап қала бердім. 6 мәрте талпындым, 6-уында да құладым. Сонда да райымнан қайтпадым. Асау толқын да менімен алысып бақты. Көп адам бақылап тұрды. Жағалай камера да аз болған жоқ. YouTube желісіне қолынан ештеңе келмейтін қауқарсыз мүгедек ретінде шыққым келген жоқ. Бала кезімде скейтбордпен жақсы сырғанаушы едім, сондықтан тақтайды да жатырқаған жоқпын. Ақыры 7-ші рет толқынның жалын ұстағанда тақтайға тұрып толқынмен бірге көтерілдім. Бұл тілмен жеткізе алмайтын қуаныш, ғажап сезім еді.
Бақыттан алақайлап айқайлап та жібердім. Мұхит жағалауына қарай алып шыққан толқын үстінде жүйткіп келе жаттым. Жағалауға жиналғандардың бәрі ысқырып қиқулап маған жанкүйер болып тұрды. Жеңіске жеттім. Мықты жігіт екенімді түсіндім. Маған бәрі бауырым тамаша деп жатты. Бұдан кейін біз 2 сағаттай толқынның көтерілуін күттік. Толқын көтерілген соң шамамен 20 рет жүздім. Жарыс өтіп жатқандықтан фотографтар да көп еді. Мен сервер журналының мұқабасында шыққан тұңғыш мүгедек сервер болдым. Сол күнгі теңізді ұмыту әсте мүмкін емес еді. Осы оқиғадан кейін сұхбат берген Ланс Хокано: мен өмір бойы теңіз жағалауында жүрмін, бірақ дәл бүгінгідей сезімді ешқашан басымнан кешіп көрмедім. Ник мен өмірде көрген жігіттердің ішіндегі ең мықтысы. Оған су ұнайды. Оның қанында теңіз суы бар. Бұл әлемде бәрі де мүмкін екеніне енді сенемін деді. Бұл жөнінде сіздер де ойланып көріңіздерші. Бәрі мүмкін. Күрделі мәселеге тап келсеңіз, өзіңіздің шарасыздығыңыз бен әлсіздігіңіздің бетіне тура қарап, бәрі мүмкін екеніне сеніңіз. Сіздің алдыңызда үміт есігі ашылмай тұрған шығар. Бірақ жағдай өзгереді, шешім табылады, жәрдем сіз ойламаған жерден келеді. Осыған сеніңізші, көмек көбіне сіз ойламаған тұстан келеді. Сол сәтте бәрі расымен мүмкін болып шығады. Әлемнің ең ғажап жағалауларының бірінде аяқ-қолы жоқ адам серфинг үйренді. Олай болса шынымен сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сенім күшейгенде. Інжілде егінші туралы тәмсіл бар. Шаруа дән себеді. Оның кейбірі жолға түседі, оларды құстар теріп жеп кетеді. Ал енді біразы тастың үстіне түседі, ол ешқашан өңіп шықпайды. Енді бірі арамшөптің арасына түсіп, одан өніп шыға алмай қалады. Тек құнарлы жерге іліккен дән ғана өсіп, өніп шаруаға мол несібе береді. Өмірде де солай. Біз дәнді алып қана қоймай, жүрегіміздің құнарлы жеріне егеміз. Қиын жағдайға кезігіп, салымыз суға кеткенде, жақсы өмір туралы үмітіміз бен арманымызды еске алсақ жеткілікті. Арман жүрегіміздегі өмір дәнін өсіретін құнарлы орта. Мен жақсы көретіндердің барлығы әрқашан маған қолдау білдіреді. Олар жүрегіме дән егеді, басқаларға көмектесе алатын қасиетім бар екеніне сендіреді. Кейде оларға сенемін, кейде сенбеймін. Бірақ жақындарым ешқашан жеңілмейді. Кейде дәннің тасқа не арамшөптің арасына түсетінін біледі. Әйтсе де түптің түбінде өсіп, өніп, мол өнім беретініне кәміл сенеді. Ата-анам күнде таңертең мектепке кетіп бара жатқанда жүрегіме дән егетін: күнің сәтті өтсін балам, барыңды сал. Құдай сонда ғана көмек береді. Кейде, әрине, Құдай менімен аяусыз әзілдеседі. Не істесем де, қалай талаптанып талпынбайын, бүгін мектепте тағы да мазақ болатынымды анық білемін деп ойлайтынмын. Мектептің табалдырығын аттаған бойы біреу арбамның дөңгелегіне тиіссе, енді бірі оған аяғын тіреп, сөреге қол созып кітап алатын. Сырттай күлкілі көрінуі мүмкін. Осындай күндері таңертеңгі ата-анамның еккен дәні тасқа түскендей көрінетін. Олардың таңғы тілегі орындалмайтын. Мүгедектігім керісінше жаныма бататын. Алайда суға тұншығып өлемін деген оқиғадан кейін дәннің көбі құнарлы жерге түсіп жатты. Табандылығым мен ақжарқын мінезім сыныптастарымның жүрегін ақыры жаулап алды. Әрине көңілсіз күндерде де болмай қалған жоқ. Бірақ уақыт озған сайын бұлтты күндерім азая берді. Норман Винсент Пил деген тамаша жазушы бар. Сол қаламгер өмірің қандай сұрықсыз болса да көзіңді ашып мүмкіндік ізде. Талмай талаптансаң түбі керегіңді табасың, өйткені оның бәрі төңірегінде толып жатыр деп жазған еді.
мүмкін шіріген бай болмассыз, бірақ алдыңыздағы мүмкіндіктерді әрқашан көре біліңіз. Жүректе кәміл сенім болмаса ештеңеге жете алмайсыз. Қарсы құтыла алмайтын қиындықтарға сабырмен қарсы тұрып, қайғы мен ашуды жеңуіміз керек. Мен өмірдің мүмкіндіктерін ертерек көре бастадым. «Қанатсыз пырақ» деген алғашқы кітабымды жазғанымда 6-7 жаста едім. Тақырыптың неге айқайлап тұрғанын түсіну қиын емес. Бұл бір өмірлік тәжірибеден туған сенім туралы тәмсіл еді. Соны қысқаша баяндап берейін. Ертеде пырақ ана қолындайды. Алайда қолына қанатсыз өседі. Анасы уайымға салынып, құлыншақ неге қанатсыз туды екен деп ерекше қайғырады. Құлыншақ бірде серуенге шыққанда қалықтап ұшып жүрген пырақтарды көреді. Сол сәтте жанына кішкентай бала келіп, «Сенің қанатыңа не болған?» деп сұрайды. «Балақай, менде ешқандай қанат болған емес» деп жауап береді құлыншақ. Сонда әлгі балақай: «Саған пластикпен қанат жасап берейін бе?» дейді де дереу пластикпен қанат жасауға кіріседі. Қанат жасап берген соң: «Енді мені арқаңа мінгізіп алып ұшшы» дейді балақай. Сонда құлыншақ қолдан жасалған қанатын қағып жіберіп көк аспаннан пырақ шығады. Самғап келе жатқан пырақ құлыншақ: «Ақыры ұштым. Өмірде бәрі мүмкін» деп айқай салады. Пырақ құлыншақ балақайды жерге түсіреді де өзі қайта ұшып кетеді. Шебер балақай қанатын құтты болсын деп қол бұлғап қалады. Бала үйіне келіп болған оқиғаны ата-анасы мен бауырларына баяндап береді. Бірақ ұзақ әрі бақытты өмір сүреді. Бәріміздің де ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешкіміз келеді. Қиындық атауаны жеңіп, бақытқа жететініңізге неше жерден сенімді болсаңыз да, әйтеуір бір түңілуіңіз мүмкін. Алайда қандай қиындық болса да, оны жақсылықпен тұндыру өмірлік мақсатыңызға айналуы тиіс. Бойыңыздағы бар күш-қайратты осы жолға неге сарп етпеске?